Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дарк. Бүгін деген біз Майнкрафтқа модтарды қалай жазады соны шығармақпыз. Мына көрерменнің сұрауы бойынша Мирас деген атты баланың сұрауы бойынша түсірмекпін. Сіздер де қалағандарыңызды айтыңыздар. Сол туралы видео түсіремін. Өзім идея таппай отырып, осы баланың комментін оқып қалдым, сондықтан түсірмекшімін. Ал кеттік. Майнкрафтқа мод неше версиясы екенін қасына жазасыздар, сосын мод дегенді қосып жазасыздар. Менікі Майнкрафт 1.1.5, сондықтан 1.1.5 деп жазамын. Сосын ең бірінші ссылкаға кіреміз, өйткені ол ссылка сенімді ссылка болып табылады. Ал кіреміз, кірдік. Міне достар, мына ұшақты білесіздер ме достар? Мына алдында модтарды қой, сол ұшақтың моды оны. Бірақ бұл менікі жасыл түсті, мынау сары түсті екен. Басқа болуы да мүмкін. Ой, бір нәрселер онда. Сосын іздейміз осы жерден қалағандар. Мен бұл жердегі модтардың бәрін тартып алғам. Кейбіреу көбісі де істемейді, ал кейбіреу істеп қалады. Енді істеп қалады деген істейді. Міне мына жер астыңғы бар ғой, астыңғы жанында 1, 2, 3, 4 деп тұр ғой. Солардың үстін бастаңыздар, тағы да модтар шыға береді, сіздер қалағандарыңыз шыға. Бұны тартпаймын. Мынаны тартқым келеді, мынаны тартамын. Сосын жүктеп аламын. Міне достар, астыға түсеміз, сосын біз деген астыға түсеміз. Мына жерде қалай жүктеу керек, қалай істеу керек, солардың бәрі тұрады. Орысша білсеңіздер, оқып алыңыздар, паузаға қойып. Міне, сосын мына 2 нені тартып аламыз. Қараңыздар қазір. Міне, мыналарды екеуін тартып аламыз керек, үстін басып. Мынан бірінші, сосын мынан екінші тартамыз. Бірінші ананы тартып аласыздар, сосын барып не істейсіздер. Мен деген оны баяғыда жүктеп алғам. Сондықтан шыға кетейін, шыға берейін. Үстін басасыздар ғой, короче. Сосын не тұр ғой міне. Сосын оны ысырмаймыз достар, оны түк ысырмаймыз. Майнкрафтқа жай ғана кіреміз. Сосын кірді. Сосын үстін төбедегіні өстемізді. Качествосы дұрыс болмай тұрса кешірімсіз, өйткені мен память сенімділігі өте аз соқын. Жадин ғой не дейін. Сосын нені аламыз. Модтың үстін басамыз. Сосын андай тыңқ деген андай не шығу мүмкін. Тыңқ деп тұрады ғой, соны сияқты шығады. Қазір тұрсын істейді. Нәп не істемек? Онда мұнан басасайық. Тыңқ десей бұл. Десейш? Достар демейтін сияқты. Ал енді играть дегенде басамыз. Создавать новый деген басамыз. Басқа жерлерге де істеуге болады. Дәл осылай мен ізімнен қайталап отырыңыздар. Сосын творческий қыламыз. Бесегдаден плоский тегіс жер болса күшті ғой. Сосын набор ресурс. Міне, мынау екеуінде бір модты қылып қоямыз. Андай плюсті басып ше, плюсті басып қоямыз, үстін басып ше, достар. Сосын аналар төбеге қарай көтерілсе, ол модтар істелді деген болады. Ал играть дегенді басамыз, сосын не болады? Қазір жерге кіретін. Не? Достар, шығып кетті менгі. Байт. Мына мод негізі дұрыс болмады. Немесе сет ұстамады. Қайтан тартып алу керек бұл модты. Бірақ та достар, мен уақыт жоқ. Сондықтан сау болыңыздар достар. Осылай істесеңіздер болады.